Акырын абайлагыла. Assalamu alaikum, қадырман көрушілер. Мистер Кейдж каналының қатталушылары. 8 ноябрь 2022 жыл Ош облысы Өзген районына қарашты Алғайына Ақтілектің жанына келдік. Ақтілектің да бір жақшы өспірім тай келіп қалған екен. Ошыл тайдан сіздерге маалымат беріп көрсетеміз. Сондықтан бізбенен чоң болып тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға табып, лайк басып, ұсыныстарды комментарийге жазсаңыздар болады. Ой. Өте топалаң тай екен бұл дағы. Қабақтары өзгөчө екен ғой. Ассаламу алейкум, Ақтілек қандай? Денсаулықтар жақсы? Еме бұл тайдан маалымат беріп баштатшы. Қайсыл жақтан келді саға, жашы қандай? Бұл тай бойынша айтсам, бұл тайдың жашы бір жастан емін өткен тай. Бұна құйрықтан құйрықтарынан бір көрсетейінші мұна. Жануары. Өте бір қысқа екен, ә? Жоқ, құлын құйрықта да онда. Құлын құйрықта. Өте сон. Бұл тішін көрсетеу? Тішінен көрем дегендер болсам да. Көріп алсаңыздар болады, білем дегендер. Бұл енесінен жаңылы бөлінгенде. Ашып көрерсің. Құлын тіштерін мен көрдім, бірақ сіздерге айталамын. Чынында ушул жаш тай екен. Ошонда толық 1 жаш, 2 ай, 3 ай болып қалған, ә? Бойда биікте қараңыздар. Бой қанша шығып қалады? 1.58 шығады. 1.58 шығады. 1.60-қа жақын да басты. 1.60-қа жақын, өте сон екен. Бұл ошонда қайсыл жақтан келді, парада қандай болып қалады еме? Бұл маған Бишкектен келді, атасыдан. Атасы Польша, енесі Орловский. Өте сон, ошындай арғындаштырылып өте бір сынды тай түшкен екен, көрдіңіздер. Өте разы болуымдар, атасының не береді тақа. Шудан алғанлем өте жақшап шықты дейтір оны атта. Ким алса да разы болады. Қабақтарынан көрсеңіздер болады, құрметті көрушілер. Өте қабақты аттардан екен. Омыры сөйлектері да өте қарқайып шығып тұрады екен ғой, көкірек дағы жайында екен. Негізі өң түс дағы жақшы екен да. Ошындай қара аттардағы жақшы ат болып қалады деп айтып қалышылы. Мен бір-екі бастыра алшы, басқандарын көрелі. Артқа сан еттерін көрсеңіздер болады. Жануар өте сон екен. Еме алдыда бұны тарбия қылып алған болса өте бір қоғыз аттардан болып шығады деген үміттеміз, құрметті көрушілер. Кимде-ким ушул өспірімге көзі жетіп, ақылы жеткен болса, өзіңіздер келіп, жақындан көрсеңіздер болады. Сіздерге қысқаша маалыматын беріп, көрсетіп жатабыз. Өте сон екен, Ақтілек. Еме бұның аты бриллиант та бұның шығады. Бұлан қараңыз. Бұл ошонда өзің қойдың мұ же? Өзім қойдым. Саға чейін қойылған екен, өзің қойдың, ә? Бриллиант деді. Бірақ кім алса да өте сонын несі де. Разылы олы тұрған несі. Жануарға көз тиюесін бірақ, өте сон мүчелері келішкен екен жануардың. Алды дейміш жақсы тарбия қылыш қалып тұрды, ә? Ат қылып алса, өте сон ат болды шыдай. Бұның басын ұғып көрелші, басын қанша деп айтасың? Бұның басы өте жақын қойам. Бұл басы 300.000 кәм var. 300.000 сом ғой? Сом 300.000, бір аз-маздай кәм var. Жол болады біраз, ә? Жақтырғанда шығылыр, бірақ тайға жол тұрам өте соның несі да. Ат болады тұрған. Көрдіңіздер, құрметті көрушілер. Ақтілектағы бір жөнікөй тайды алып келбептір. Ақылым жетті, көзім жетті деп тұрады. Андықтан сіздерге жаққан болса, өзіңіздер дағы келіп жақыннан көрсеңіздер болады.
Сіздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чоң болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Актилек ушу сен бир жакшы неме кылып атасың, бир чуркатып койчу. Көрүүчүлөргө дагы жакшы болот экен. Чуркагандарын бир көрүп коелу. Чогуу бир көрөлүчү сиздер менен. Тайдын чуркаган. Кана бир кое берчи. Бир ойнойт экен, а? Ой, акырын, ойлагыла. Instagram,